Көкшетау қалалық қазақ үлгілі кітапханасына хош келдіңіздер. Адамды адам еткен кітап, адамзат еткен кітапхана деген көрнекті жазушы Әбіш Кекілбаев. Бұл сөздермен адам өміріндегі кітапхананың орнын дәл айқындап бергендей. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жақында Атырау қаласында өткен ұлттық құрылтайда сөйлеген сөзінде кітапхана ісін өркендетуге, кітап оқуға баса көңіл бөлу керектігін, кітап оқу мәдениетін барынша орнықтыру керектігін айтты. Мемлекет басшысының бұл пікірі әрине бізді ынталандыра түседі. Қалалық қазақ үлгілі кітапханасы 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы ашылған болатын. Ашылған кезде кітап қоры 3000 дана кітапты құраса, қазіргі таңда 30 мыңға жоқ кітап бар. Кітаптардың 70% қазақ тілінде және жаңа кітаптар. Кітапхана қоры жүйелі түрде жаңа кітаптармен толықтырылып отырады. Кітапхана 4000-нан астам оқырмандарға қалтықсыз қызмет көрсетуде. Оқырмандарды кітапханаға көптеп тарту мақсатында біздің кітапханамыз туған өлке жобасы бойынша жұмыс істеп жатыр. Бұл жобаның мақсаты өлкетану бағытындағы әдебиеттермен таныстыру, өз өлкесінен шыққан танымал тұлғаларды жас ұрпаққа насихаттауға бағытталған. Осы жоба аясында кітапханада өнегелі Көкшетау, Қойнауы тарих киелі мекен Көкшетау, көкшелік қаламгерлер кітапханаға сыйға тартқан кітаптар атты ашық кітап көрмелері оқырман назарына ұсынылып отыр. Көкшелік қаламгерлердің өз қолтаңбасын қалдырып, кітапханаға сыйға тартқан еңбектері кітап қорымызда мұқият сақталып, көрмеміздің төрінен орын алуда. Кітапхана тек оқырмандарға қызмет етумен қатар, қаланың әдеби, мәдени, қоғамдық өміріне үздіксіз үлес қосып келеді. Туған өлке жобасы аясында Көкше өңірінің асыл перзенті Көкен Шәкеевтің 100 жылдығына арналған Көкшетаудың ұлымын атты автор күні ақын, жазушы, манасшы, драматург, кинорежиссер Баянғали Әлімжановтың шығармашылығына арналған Шексіз ғалам мен сенің бір бөлшегің атты әдеби кеш, Көкшенің талантты ұлы Ерназар Ыбыраевтың өмірі мен шығармашылығына арналған Семсер сөзді жанына серік еткен атты еске алу кеші, Қазақстан КСР халық ағарту ісінің үздігі, Көкшетау қаласының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері, ардагер, ұстаз Ольга Мырзагелдинованың 75 жасқа толуына орай ұстаз тағылымы атты кеш, Қазақстанның халық жазушысы, мемлекеттік сыйлық лауреаты, жазушы, драматург Сәкен Сері Жүнісовтың 90 жылдық мерейтойына орай Дархан дарын иесі атты әдеби кеш, сар серілердің сарқыты, өлкеміздің мақтаныштарының бірі ақтаңгер ақын, жыршы, термеші Арман Бердалин мен Ақиқат жырдың арманы атты кездесу кеш ұйымдастырылды. Қазақ қалалық үлгілі кітапханасында Сәкен Сері Жүнісовтың 90 жылдық мерейтойына орай Сәкен Жүнісов бұрышы ашылды. Бұрыш жыл бойы оқырмандарға қызмет көрсететін болады. Ұлтымыздың ұлы кегімендері Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай Қазақ кітапханасында Абай залы ашылған болатын. Ұлы ақынның ұрпаққа ұлағат етіп қалдырған даналығын, мол мұрасын халыққа насихаттау, бай шығармалар арқылы жастарды отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында Абай залы өз жұмысын жалғастыруда. Көкшетау қалалық қазақ кітапханасы түрлі тақырыптағы шаралармен көпшілік оқырманның көңілін баураған, талапты жастарға қанат бітірген, қарымды қаламгерлердің басын қосқан руханият мекемесі болып табылады. Ұйымдастырылатын іс-шаралардың басым бөлігі қала жастарының, жоғарғы оқу орындарының студенттерінің қатысуымен өтеді. Мұның барлығы жастарды кітапханаға тарту, кітап оқуға қызығушылықтарын арттыру, ұлттық әдеби туындыларды бойларына сіңіруге, болашақта олардың ұлтжанды ұрпақ болып қалыптасуына ықпал ету үшін жасалып жатқан шаралар. Осы қаламызда тұратын белгілі Қазақстан жазушылар одағының мүшелері, ақындар, жазушылар, қаламгерлердің барлығының келіп бас қосып, бір мәжіліс құратын, осында бір кеңес ұйымдастыратын құтты мекеніне айналған. Осында қаншама шаралар өз айына кем дегенде 2-3 шарадан өтеді. Мүмкіндігімізше соған келіп, қатысып, бас көзін болып,
өзіміздің пікірімізді айтып, көрген білгенімізді жеткізіп тұрамыз. Көкшетау қаласындағы Қазақ үлгілі кітапханасы заманауи қажетті кітап қорымен жабдықталған. Жергілікті ақын жазушылардың туындылары мен классикалық әдебиетпен қатар әлемдік бестселлер қоры сақталған кітапхана көпшілік оқырман көңілінен шығып, рухани байлық алатын орын. Жалпы өзім үшін және менің шәкірттерім үшін бұл аталған кітапхана психологиялық қолдау табатын, өзіңнің жан дүниеңді тыныштыққа бөлейтін орын деп есептеймін. Кітапханашы бүгінде тек қана оқырманға кітап беріп қана қоймай, көптеген маңызды жұмыстарды атқарады. Кітапхана қызметкерлері өз маманын шебері, өз ісіне адал, оқырмандармен серіктестік қызметті ойдағыдай атқара алатын білікті маман иелері деп айтсақ, қателеспейміз.